Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Балқыз. Бүгінгі видеода біз синнабон булочкаларын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен жылы сүтіміздің үстіне 4 қасық қант пен қопсытқыш салып, кішкене араластырамыз. Сосын бетін жауып 4-5 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Құрамына қосылатын заттарды әдеттегідей описанияға жазып қалдырып кететін боламын. Сол жақтан қарай аласыздар. Қопсытқышымыз осылай көпіршіп ашуы керек. Сосын үстіне 2 жұмыртқа мен еріген сары майды қосып, вентиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бастапқыда вилкамен араластырамыз. Вилкамен араластыру қиындағаннан бастап қолмен араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, ашу үшін бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді ортасында салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бөлек ыдысқа осылай қант пен корицаны жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз жақсылап ашыған екен. Енді осы қамырымызды алып, қазір орауға оңай болу үшін видеодағыдай 4 бұрыштылау етіп, оқтаумен жайып аламыз. Қамырымызды жұқа да емес, қалың да емес, орташа қылып жайып алдық. Енді бетіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жұқалап жағып шығамыз. Сосын жаңа дайындап алған салмамызды, яғни қант пен корицаны осылай видеодағыдай етіп себелеп шығамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай қамырымызды орап, булочкаларымызды кесіп шығатын боламыз. Менде 12 шақты булочка шықты. Оны табамызға салып, 10-15 минуттай жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Сосын барып 200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Енді бетіне кремін дайындайтын боламыз. Мен сметанный крем дайындадым. Ол үшін сметанаға қант ұнтағын қосып, қасықпен жақсылап араластырамыз.
Бүгінгі біздің синнабон булочкаларымыз дайын болды. Маған дәл осы рецептпен қатты ұнайды. Осы рецептпен дайындап көруге кеңес береміз. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көп видеолар салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар.